Сәлеметсіздер ме, 3 сынып оқушылары? Мен Естібаев Марат Дәулетович, Алматы облысы Ақсу ауданы Жансүгіров атындағы орта мектебінің коммуналдық мемлекеттік мекемесінің дене шынықтыру пән мұғалімімін. Бүгін біздің сендермен онлайн формада сабақ өткізбекпіз. Сабағымыздың тақырыбы дене жаттығуларын орындау ережелері мен әдістері. Сабағымыздың мақсаты дене жаттығуларын орындау ережелері мен әдістерін талқылау. Денсаулық ол шыныққан барлық дененің мүшесі, денсаулық ол тыныққан жүйке тамыр жүйесі. Денсаулық ол күлуің, көңіл күйің жадырай, денсаулық ол жүруің, ешбір жерің ауырмайды келе. Денсаулығымыз мықты болсын десек, спортпен шұғылдануымыз керек. Балалар, қазір ұсынылған видеоны қарап, бірігіп қайталаңыздар. Сәлеметсіздер ме достар? Бәріңіз де мықты, сау және төзімді болғыларың келеді. Ол үшін не қажет? Әрине жаттығу. Мен қазір бір қатар жаттығуларды көрсетемін. Олар әрдайым шырақ болуға көмектеседі. Ал бастайық. Барлық жаттығуларды 4-5 рет қайталауға болады. Көзге жаттығу жасайық. Бас қозғалмауы тиіс. 1 дегенде солға қарайсыз, 2 дегенде оңға қарайсыз, 3 дегенде жоғары, 4 дегенде төмен қарайсыз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Қолды белге қойыңыз. Басты оңға солға, артқа бұрып еңкейтеміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Сол қолды жоғары, оң қолды төмен түсіріп, артқа алға қарай сермеңіз. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Жүзу жаттығуы. Жүзген сияқты қолыңызды сермеңіз. Бұл иығы пен қолды жаттықтырып, омыртқаны түзейді. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Екі жаққа қарай иілуді орындаймыз. Оң қолды жоғары көтеріп, солға қарай созуламыз. Қолды ауыстырып, оңға созуламыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Қол екі жаққа созылған. Денені оңға және солға бұрамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Аяқтың арасын кең ашып тұрыңыз. Қолды аяқтың ұшына тигізуге тырысып, алға артқа еңкейіп шалқаямыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Аяқты бірге қойып, қолды жоғары көтереміз. Аяқ ұшына тұрып, жоғары қарай бүкіл денені созамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Аяқты бірге қойып, қолды белде ұстаймыз. Асықпастан отырып тұрамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тік тұрып қолды дене бойы созыңыз. Ішке қарай тыныс алып, сәл тоқтатып, одан кейін демді шығарыңыз. Тыныс алу, шығару. Тыныс алу, шығару. Тыныс алу, шығару. Тыныс алу, шығару. Көп рахмет достар. Сау болыңыздар. Керемет. Жаттығуларды орындап шаршаған боларсыңдар. Онда кішкене демалып, спортшылар мен спорт түрлері туралы жұмбақ шешіп көрейік. Дайынбыз ба? Бастайық. Допты алып қолға, дәл түсірген торға. Бұл кім екен, балақайлар? Ол бізде баскетболшы болады. Келесі. Мініп алып арғымақ, кедергілерден қарғымақ. Бұл кім деп ойлайсыңдар, оқушылар? Ол бізде ат спортшысы екен. Үрмелеп биік шыңға, түсетіндер сынға. Бұл қай спорт түрі? Кім екен бұл? Бұл бізде болады альпинист. Бұл да спорт түріне жатады. Атпен қуып жеткен, қашқан қызды өкпен. Оқушылар, бұл біздің қазақтың ұлттық ойыны. Қандай ойын деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Құс қуу ойыны. Балалар, барлық жұмбақтың жауаптарын дұрыс тапты деп ойлаймыз.
Олай болса, мен сіздерге бір видео ұсынамын, мұқият қарап, және де ойынның аты қандай деп ойлайсың? Ойынның ережелері қандай болды деп ойлайсың? Ойынның ережелеріне қандай өзгерістер енгізер едің деген сұрақтарға жауап бере қойыңыз. Бұл ойынға қанша бала болса да қатыса алады. Екі ойыншы қақпаның күзетшілері болады. Екеуінің де көзі орамалмен байланады да, аралары бір адамдай қашықтықта қолдарын айқастыра ұстап, қарама-қарсы көпір жасап тұрады. Басқа балалар бір-бірлеп күзетшілер күзеткен қақпадан екеуінің ортасы арқылы білдірмей өтуі тиіс. Күзетшілердің сыртынан айналып өтуге болмайды. Егер күзетшілердің біреуі өтіп бара жатқанын сезіп қойса, оған қолын тигізеді, яғни ол ұсталып қалған болып есептелінеді. Ұсталып қалған ойыншы өзінің ұстаған ойыншысының орнымен ауыстырады. Қақпадан 3 рет өткен оқушыға жүлде беріледі. Бүгінгі онлайн сабақ сендерге ұнады ма балалар? Көңіл күйлерің жақсы болды ма? Сендерге әрқашан спортпен айналысуға кеңес беремін. Бүгінгі үй тапсырмасы достарымен ойнайтын жаңа ойын түрлерін тауып, оның ережелерін құрастыру. Іске сәт, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.